Қайырлы күн, достар. Мен бүгін сіздерге осындай пісіруді қажет етпейтін десерт түрін көрсетемін. Бұл десерт әрі оңай, әрі тез жасалынады. Жасап көрсеңіздер болады. Бұл жерде маған керегі қаймақ 20%, печенье, қалаған печенье қолдансаңыздар болады. Мен өрік қолдандым и жаңғақ қолдандым арасына. Қаймаққа сгущенка қоссаңыздар да болады. Тәтті қалайтындар болса, қант қосса да болады қаймаққа. Бірақ мен тек қаймақтың өзін ғана қолдандым. 50 грамм ыстық қайнаған суға 1 қасық кофе салып, печеньелардың бетіне құйып шықтым. Көріп тұрғандарыңыздай. Ол бізде кофе керемет дәм береді. Қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Печеньенің бір слой астына қойып шықтым. Одан сметана жағып, қаймақ жағып шықтым. Қаймақтан кейін өрік қойып шықтым 1 қабатына. Және печенье қойдым. Печеньенің бетіне кофені құйып шықтым. Әр қайсынан кішкене печеньеларға құйып шықтым. Ол сочный болады, әрі дәмді болады. Одан бетіне қаймақ жақтым. Жаңғақ салдым. Видеода көріп тұрғандай, бірінің үстіне бірін жасап, осылай салып, ең бетіне печеньеларды қойып, бетіне қаймағымыздың барлығын жағып, қалған қаймақтың барлығын жауып, 1 сағатқа или 2 сағатқа холодильникке тоңазытқышқа салып қоясыздар. Тоңазытқыштан алғаннан кейін осылай мен 50 грамм шоколадқа ертіп аласыздар. Мен микроволновка ертіп алдым. Осылай бетіне, барлық жеріне шоколадты бетіне құйып шығасыздар. Шоколадты теркадан